Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айман Тоқа. Бүгін менде Тоқа Боқатағы рецепттерге обзор болады, яғни мен рецепттер істеймін. Міне қараңыздар, осындай мен бүкілін істеп шығамын. Бірінші біз бургерлерден бастайық. Достар, адамға мән бермеңіздер, мен жай ала салдым. Бірінші бізде осындай нан мен бір сыр сияқты бірдеңе осыны қосамыз. Қазір достар істемей жатыр. Міне достар, жаңа бір сырма сосын мынандай мен қостым, осындай шықты. Енді мынандай қосамыз. Жерге істесең нормально болады екен. Вау, міне осындай шықты. Өте керемет. Бізде жейік. Енді келесіне барамыз. То есть келесі локация. Міне достар, барлығы осындайлардан қарап шығады. 2 бургерді біз істедік. Енді біз мына бірдеңе сияқты, донер ма, бірдеңе, в общем, мына неден қалдым ғой, акарашкадан бастап еттен аяқталатынға дейін істейміз. Міне достар, бізде осындай вот жаңа адамды алып тастадым, өйткені ол кішкене бір түр болып тұр. Міне мынандай бірдеңемен, қамыр сияқты бірдеңемен сосисканы қосатын болсақ, бізде осындай шығады, өте аппетитно. Тағы да қамыр сияқты мен акарашканы қосатын болсақ, міне осындай шығады. Өте дәмді, секілді өте аппетитно. Осындай тағы қамырмен, мына балықты қосам, осындай шығады. Тағы қамырмен етті қосатын болсақ, осындай шығады. Өте аппетитно барлығы. Осы қамырмен бір қант секілді қоссақ, осындай шығады, өте дәмді. Енді өте аппетитно. Енді келесіне барамыз. Келесі бізде мына пиццаны істейтін боламыз. Яғни бұл, міне көріп тұрғандарыңыздай, пиццамен помидорды қосатын болсақ, дәл осындай пицца шығады. Ал біз бастайық достар, мынандай макаронный тамақтарды кейін істеймін. Яғни пиццадан кейін. Міне достар, осы пиццамен помидорды қосатын болсақ, осындай өте аппетитно пицца шығады. Келесі макаронға кеттік. Келесі бізде осындай макарондар. Ал істейміз. Міне достар, бізде енді осындай мына макаронмен қосатын болсақ, осындай шығады. Там мынандай макаронмен бірдеңені қосатын болсақ, осындай шығады. Сосын макаронмен ой, достар, бірден қосылып кетті. Жаңа акарашканы қосатын болсақ, осындаймен макаронмен балықты қосатын болсақ, осындай шығады. Тағы макаронмен етті қосатын болсақ, осындай шығады. Тағы макаронмен сырды қосатын болсақ, міне осындай шығады. Келесінде помидорды қосатын болсақ, осындай шығады. Міне достар, мына жақтықын полный бітірдік. Енді екіншісінен көшеміз. Бұл осындай локация болады. Батон нанмен акарашканы қосатын болсақ, осындай шығады. Батон нанмен қантты қосатын болсақ, осындай шығады. Көрейік. Достар, жаңа менде қосылып кеткен, осындай болып тұр. Енді батон нанға акарашканы қосамыз, осындай шықты. Батон нанға қантты қосатын болсақ, осындай шығады. Келесі локацияға кеттік. Келесі бізде капустамен акарашканы қосатын болсақ, осындай шығады. Капустамен тағы сырды қосатын болсақ, осындай шығады. Ал біз көрейік. Келесі бізде капустамен акарашканы қосатын болсақ, осындай шығады. Капустамен сырды қосатын болсақ, осындай шығады. Екеуі де өте аппетитно. Келесі локацияға кеттік. Келесі бізде осындай сушилар істейтін боламыз. Бізде осындай сушилар, осындай күрішке балықты қосатын болсақ, осындай шығады. Тағы күрішке осындай тағы қосатын болсақ, осындай шығады. Күрішке жұмыртқаны қосатын болсақ, осындай шығады. Ой, осындай тұра берсін. Күрішке енді огурцты қосатын болсақ, осындай шығады. Ал біз келесі локацияға кеттік. Келесі бізде осындай болады. Міне қараңыздар. Келесі локация осындай. Картошкамен осындай сосисканы қосатын болсақ, осындай шығады. Картошкамен жұмыртқаны қосатын болсақ, ой, достар, не болып кетті ішінде? Осыны қосатын болсақ,
Ой, достар, мені бірдеңе болып кетті, көрсем. Жаңа достар кешірім сұраймын. Енді осыған жұмыртқаны қосатын болса. Что? Не болып кетті, достар? Негізі болатын еді ғой. I'm sorry, достар. Осындаймен, осындай бірдеңемен, етпен жұмыртқаны қосатын болсақ, осындай шығады. Келесі бізде картошкаға укропты қосатын болсақ, осындай шығады. Бұны кейін жасаймыз. Енді картошкаға сырды қосатын болсақ, осындай шығады. Бұл керек емес болып қалды. Картошкаға қосатын болсақ, ұмытып қалдым атын. Балық, иә. Осындай шығады. Картошканы окорочкаға қосатын болсақ, осындай шығады. Енді картошка мен етті қосатын болсақ, осындай шығады. Ал бір шоколад сияқты бірдеңемен осы қантты қосатын болсақ, осындай шығады. Қалай достар, менің видеом ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер.